Ассалаумағалейкум ағайын туысқандар. Мал бастарыңыз аман ба, денелеріңіз сау ма? Міне бір бүгін южный жаққа келіп балық аулап отырмын. Аяқ астынан бір азаматтар видеоға түсірейік деп алып келіп, міне осы жерде. Мынау міне жанымда көрші тұрған, соның иттері жанымда жүр менің. Бүгін наурыздың 4-ші жұлдызы. Міне осындай жағдайда отырмын. Мына жерде бір балықтар жатыр, міне ауланған. Міне жерде міне. Қазір енді ары қарай жалғастырам. Күн болса жылы, бүгін 6 градус, -6 градус деген өте жып жылы тура. Мынау күн кішкене бұлыңғыр, бұлтты әрине. Енді мынау жерден жазда ылғи міне тұстан балық аулайтын да, ылғи келіп. Дәл сол жерге келіп отырмын қазір. Өте жақсы жер екен. Алға жалғастырам енді. Мал аулауымды жалғастырып жатырмын. Бірақ енді қазір мына сағат 12-нің кезі. Дәл балықтың өзі демалатын кезі ғой. Жөнді ауланбай жатыр. Алғарай жалғастырам енді. Күн шықты міне. Жаныма кісілер келіп жатыр. Негізі мен бір азаматтың балық аулап отырған жеріне келгем. Енді міне табиғаттың аясына келіп тағы да балық аулап отырмын. Өзіміздің әдемі бір жерге келіп. Балықшылар енді бар еді, міне ақырын жылжып қайтып жатыр. Бір шабақ түсті міне жерден. Мынадай міне бір шабақ. Өз кішкене тоңып қалды. Қозғалмай жатыр ғой. Қозғалшай. Қозғалмай қалды. Тоңып қалды уже. Мына жерде жазда аулайтын да қарға ұшып барады әне. Алғырай жалғастыра берем енді осылай отырып. Күн шықты, жарықтық. Не? Әлі балық аулауымды жалғастырып отырмын. Ұзақтардың дауысы естіледі тоғайдан. Ұзақтар келген екен, шу уже. Енді Құдай жазса, жер сезіле бастайтын шығар ерейтіні. Балықшылардың түгелі түскі тамаққа кетті. Ана жақта біреу отырған. Ұлы отыр екен ана жерде бір ағайын. Мен сияқты біреу болу керек енді, айырылмайды. Ал жалғастыра берейін енді. Балық аулауды жалғастырып отырмын. Мынадай жағдайда болып отыр мен. Балықтың өзі өте қазіргі кезде мынау
ең балыққа қиын кез ғой. Мына жердің суы ағысы тоқтап қалған жер мынау. Сондықтан балықтар қазір әлгі өте ауыр жағдайда. Қазір міне ақырын ғана түртеді балық міне. Ұстамай жаңа кішірек шабақ болды. Мынау міне төбе судың. Енді көтерілген кезде балық қазір судың түбінде тұр. Мына күн жылына мұз еріп, ана астына су кете бастаған кезде балықтар да бұлай қозғала бастайды. Аққұртқа қазір ауылып отырмын мен, аққұртқа. Барлықтары нанға аулайды негізі, шикі нанға. Орысша теста дейді ғой соған. Кейде балық өзі ана сорып, кішірек балықтар ғой енді, сорып тартып тұрады, жібермей. Таңертеңгі кез ғой негізі, ең балықтың жақсы түсетін кезі. Түстен кейін кішкене саябырлай бастайды. Мұз қалың қазір, 1 метрден асады. Міне жер бір жағынан жердің өтімі, міне жақта мынау батыстан шығысқа қарай соғатын жер. Әрқашанда қатты жел соғып тұрады осы жерде. Мұздың өзі қалың болады. Әне, аздап қана түртіп қалады. Сондықтан ары қарай жалғастырамын енді. Ой, қандай әдемі табиғат. Осындайда аяуда отырған қандай жақсы. Анау тоғайдың ізінен жаңа ұзақтардың дауыстары естілді. Ана жақтан біреу ақсақал отыр. Жақсы түсіп атқан болу керек енді. Ортасынан. Міне ағайындар келіп аттарын суарып отыр. Мен бұлай қарай жылжыдым. Бұл жақтан бір машина келе жатыр. Балықшылар. Тағы да өзгертті міне жерге келіп. Қағалап отырмын жерді көріп. Мен де шын түсеме түспеймін. Бір ағайындар келе жатыр.
Жігіттер келіп кетті міне. Олардан жерге келіп отырып балға болайық дейді. Қаратоғайға бардық дейді, Қаратоғайдан. Онша түспеді дейді, біраз басында ғана түсті Алабұға дейді. Енді мен ары қарай жалғастырып отырмын мына жерде. Өзі міне өрік жерден бір 2-3 не бар, ойық, соны аралап шығамын енді қазір. Жалғастырып жатырмын мен. Қонаққа бұзаулар келді, тайшалар. Үч. О, не. Әлі жалғастырып отырмын балық аулауды. Осындай жағдайда. Енді мынадай қармақпенен аулап отырмын. Мына жер таяз негізі. Осы жерде бір арал сияқты шөп бар. Мына жер 1,5 метр, 1 метрден асады. Алабұғаға көріп отырмын, Алабұға бола ма деп. Бірақ ешқандай балық қазір түтпей жатыр. Анадай бір шабақ бағана ертеректегі. Қатып қалды ол кішірек, өте кішірек шабақ. О, қандай. Күн жылы. Күні бойы отыруға болады осылай міне. Қандай әдемі. Әриғат. Осы бір жерде міне арал сияқты болады. Соның шөп дейміз соны. Қалың шөп өседі. Жақта да отырған азаматтар. Жаңа келіп кеткен маған. Міне тағы да өзім орныма қайтадан айналып келдім. Балық аулауды жалғастырып жатырмын. Уже сағат 3-ке кетті. Күн әлі жылы, оңтүстік шығысқа ауысты ғой деймін жел. Мына жер маңайы түгелі қалың тал ғой. Мына жер ықтасын білінбейді. Ортасына барып отырған кезде жаңағы кішкене жел болды. Қазір жел басылды ықтасында. Қазір анау жерге барып отырам тағы да. Түрту өте нашар болып жатыр әрине, балық түртуі. Мына күннің өзі жылмық болғандығы, ана жолдар жақсы түсіп жатыр деген аяз кезінде. Енді онда мен келе алмадым. Аязда. Енді жылмықта мына ауа райының мына табиғаттың өзі қолып тұрады ғой. Біз қолып тұрады дейміз, әлгі ауа қысымы өзгереді екен.
жылмықта көтеріле ме, солай аязда түсет деген сияқты. Сонда мына балықтың өзі ауырады екен. Әлгі қан қысымы көтерілген адам сияқты. Енді біраздан мына жылмық болып, мұз жаңағыдай ери бастаған кезде балықтың да қозғалысы ширайды. Міне қазір міне кішкене түртіп қалды. Әне, түрткені белгілі. Балық негізі тұр онда. Балық точкада тұр деп айтады, нүктеде. Егесеңіз бұл жерге нан салып, мен де жаңа салдым бір жаңағы балалардың жейтін тамағын. Балыққа ұнайтын шығар ол енді, балалар қунағанда. Сол сияқты оның алдында салынған таңертең. Балық тұр ол. Бірақ міне құртты жемейді. Ақ құртты жаңа ауыстырдым, жаңадан салдым. Әне. Түртіп қалады, түртіп қалу. Міне, әне. Оппа. Жоқ, түспеді. Көтеріп қалып еді. Түсті деп ойлап едім. Негізі балық тұр. Оп, міне. Жегісі кеп тұр. Бірақ жемейді. Қаппайды. Қабу керек ол. Осы деңгейде балық тұр міне қазір. Судың түбінен бір 20-30 сантиметрдей жерде. Мына каналдың таралу үшін орыс тілінде сөйлеу керек. Неге десеңіздер, орыс тілі ортақ тіл ғой. Неше түрлі халық көреді оны. Енді біздің кейбір азаматтар ұнатпайды, қазақша сөйлеу керек деп. Қазақ каналы. Енді мына біздің азаматтар үлкендер ме, қайсысы болса да қазақшаны өте қарағылары келмейді каналдарды. Енді бір әлгі популярный дейді, бір әлгі жастардың каналдары бар. Сол каналдарды көреді көбіне. Олар айғайлап сөйлеп, сол өздерінің енді мына аудитория ұстау әдістері бар енді. Біздің енді жастағылар осылай отыр, балық аулау керек. Одан басқа не істейді? Таза ауада. Біздің буын 80-ге, 70-ге жақындаған, 60-қа жақындаған, 50-ге деген сияқты. Міне. Жарайды, ауыстырайын.
түбіне көп тұрып қалды. Әлгі үш аяқтымды да әкелмегем. Өзімді қарап алыңыздар. Осылай отырым. Мына жерде мынау жазғы құрт болған мұнда, қызыл құрт. Енді бар ма жоқ білмеймін, ішінде қазір алып шыққам. Мына ақ құртымды қойныма салып алдым, ол суыққа тоңып қалады кейде. Мына жеріне сондай әдемі жерім. Жердегі азаматтар кетті, ары қарай кетті. Ары қарай барып. Міне тағы да бір кішірек шабақ ұсталды. Мынадай міне. Жаңа ғана. Осындай шабақтар кішірек болғанымен жақсы болар. Май шабақтар. Қандай ыршып жатыр. Қазір қайтадан салам. Мүмкін тағы да болуы мүмкін. Жалғастыра берем енді. Сағат 3-ке шейін аулайым. 3-ке таман келіп алып кетіңдер дедім. Жаңа әкелген азаматтарға. Мынау бір екінші тағы да ойыққа келдім. Бірақ енді мына жерден жалбы түспей отыр енді. Мынау тіпті жағаға жақын жер міне. Мынау бір жерден мен тұрып аулайтын да міне жазда. Әне бір жерден аулайтын да не ағаштың түбінен. Жазғы как раз орындарым менің осы маңайда міне. Мынау бір 5-6 метрдей, 10 метр ме әлде жағадан. Күн шықты, күн жылы. Қазір 3-ке таман келіп алып кетеді, қайтам 3-ке таман. Табиғаттың аясында отырған адаммын. Ал жалғастырам ағайындар. Міне 3-те болып қалды. Қазір келіп алып кететін шығар енді келіп міне. Жаңа бір шабақ түскен, одан кейін түспеді. Қазір қайтуға дайындалам енді. Міне. Әлі жылы. Бұлыңғыр бағанағыдай емес күн. Бұлыңғыр болып кетті. Енді не кезінде осылай болады енді көктем кезінде. Ол жақтан пляж деген жеріміз анау әне. Осы жерден 1 километр бола шығар тура болғандай. Или 700 метр, 800 метрдей. Ал ағайындар, енді аман-есен. Ендігі кездескенше аман болыңыздар. Денсаулықта Алла тағала кездесуге нәсіп етсін барлықтарыңызға. Осылай әрқашанда елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Алла тағала. Торғайларыңыз шыр-шыр етіп жүр уже. Көктемнің лебін сезіп. Жерге көптен көп рахмет азаматтарға. Ойықтарым маған аулай беріңіз деп тастап кетті көліп. Ал жақсылықта кездесейік, аман болыңыздар.